Әл-Бақара сүресі 74-79 аяттар. Алайда бұдан соң да сендердің жүректерің тас болып қатайып алды. Тіпті тастанды қатты дерсің. Тас екеш тастың арасынан өзендер ағады. Қақ жарылған кейбір тастардан су шығады. Кейбір тастар Алланың қаһарынан қорқып төмен құлайды. Алла сендердің жасап жатқан істеріңнен хабарсыз емес. Шынымен ақ сендердің сөздеріңе иланып, олар иман келтіреді деп үміттенесіңдер ме? Олардың шын ішінде Алланың ақиқи сөзін естіп, мағынасын түсініп, біле тұра қасақана өзгертіп жіберетіндері де бар ғой. Муминдерге жолыққан кезде олар біз иман келтірдік дейді. Ал өздері жеке қалғанда Алланың бізге бұрын жіберген мағлұматын кейін тәңірлердің алдында өзімізге қарсы айғақ ретінде қолдансын демесеңдер, оларға еш нәрсе айтпаңдар. Шынымен ақ сендер ақыл кірмеген бе дейді. Жасаған жасырын әрекеттері мен әшкере істерің Аллаға мәлім екенін олар шынымен ақ білмейді ме? Олардың арасында кітап танымайтын сауатсыздар да бар. Ондайлар бос үміттеніп, күмәнді нәрселерге ереді. Жарымайтын болмашы табыс табу үшін қолдан кітап жазып, бұл Алладан келген деп дәріптейтіндерге қасірет келсін. Өз қолдарымен жазғандары өздеріне азап болсын. Осындай кәсіптері үшін азап шексін олар.